Құрметті менің YouTube көрермендерім, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Күнделікті сіздердің денсаулықтарыңызға пайдасы бар ақпараттармен, жаңалықтармен бөлісіп отыратын болармын. Аскөктің емдік қасиеттері және үйде жасауға болатын тұнбалармен бөлісетін боламын. Яғни укроптан тұнба жасап, видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Аскөктің тағамды дәмдендіргіштік қасиетімен қоса дәрілік қасиеті бар екенін біздің жыл санауымызға дейінгі адамдар жақсы білген. Оны көне Египетте бауыр сырқатын емдейтін дәрі деп қараған. Ол бүгінде әлем халықтарының барлығында қолдан өсіріліп, күнделікті қажеттіліктерін өтейді. Аскөк 1 жылдық немесе 2 жылдық болып келеді. Оның биіктігі 1,5 метрге дейін жетеді. Жағдай талғамай еккен орынға жақсы жерсініп, бойлап өсе береді. Ол шатырша гүлділер тұқымдасына жатады. Аскөк шілде-тамыз айларында гүлдеп, қыркүйек айында дәні піседі. Тұқымының құрамында эфир майы 3%-ға дейін болады. Одан су буымен айдау арқылы басқа да май түрлерін өндіреді. Бұдан басқа фенхон, анетол, аскорбин қышқылы, каротин басқа да химиялық қосылыстар бар. Одан қан қысымын төмендететін, қан тамырларын кеңейтетін, ішектердің жұмысын жақсартып реттейтін, зәрді жүргізіп, қақырық түсіретін дәрілер жасайды. Халық емшілері одан ежелден ұйқы келтіретін, өтті айдайтын, бауырды емдейтін, балалы әйелдерге сүт шығартатын дәрі ретінде қолданып, бай тәжірибе жинақтаған. Аскөк тұқымын ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсарту үшін де тиімді пайдалана білген. Ғылыми медицина жас балаларға арнап, одан аскөк суын дайындайды. Ол үшін аскөк майының бір бөлігіне 1000 бөлік тазартылған су қосып дайындайды. Аскөктің ұнтақталған дәнінен 1 шай қасықты 1 стакан қайнап тұрған суға салып, жабық ыдыста 1 сағат бұқтырады. Іш жүрмей қатып қалған кезде осыдан әр жолы 2 ас қасықтан күніне 3-4 рет ішеді. Аталған ауруға арпа және аскөк тұқымынан алып, ұнтақтап, оған алоэның кептірілген қабығынан қосып, соның 1 шай қасығын 1 стакан қайнап тұрған суға салып, жарты сағат жабық ыдыста бұқтырады. Осыны 1 ас қасықтан ас алдында күніне 3 рет ішетін болса, ішек жұмысын реттейді. Зәр жүрмей бейгеліп қалса, ұнтақталған аскөк тұқымынан 2 ас қасықты ырғай тамырынан, ұнтақталған 3 қасықты жантақтың шөбінен, 1 ас қасықты алоэның құрғатылып ұнтақталған жапырақ үгітісінен 1 ас қасықты араластырып алады да, осыдан 1 ас қасықты 300 грамм қайнап тұрған суға салып, жабық ыдыста жарты сағат ұстайды. Дәрі дайын. Осыдан 1 ас қасықты ас алдында 3 күннен 3 рет ішеді. Бір емделу барысы 15 күн. Адамның ұйқысы қашып, көңіл күйі бұзылған кезде 1 стакан аскөк тұқымын ұнтақтап, оған 2 ас қасық ұнтақталған шүйгін шөп тамырын қосады. Жарты литр таза кагор шарабына салып, 20 минут ақырын қайнатады. Осыны 2 сағат бұқтырып қойып, жатар алдында сүзіп, 50 граммнан ішеді. Бір емделу барысы 7 күн. Өт пен бүйрекке тас байланған кезде 2 ас қасық аскөк шөбін, тұқымы, шөбі, жапырақтарын ұнтақтап, 500 грамм қайнап тұрған су құйып, су моншасында тағы 20-30 минут ұстайды. Осыны бұқтырып салқындаған соң, жылдай ас алдында 3-4-ке бөліп ішеді. Бір емделу барысы 21 күн. Зәр жолдарының ауруына, зәр бөгеліп жолдары ашып ауырған кезде 1 ас қасық аскөк тұқымын 1 стакан қайнап тұрған суға 20-30 минут жабық ыдыста бұқтырып, сүзіп, 1 ас қасықтан күніне 5-6 рет ішеді. Қан қысымының өзгеруіне 1 ас қасық ұнтақталған шөбін 250 грамм қайнап тұрған суына салып, 30 минут бұқтырады. Осыны астан бұрын жарты стаканнан ішіп, 10 күн жалғастырады. Аллергиядан тері бүлініп, қотырланғанда аскөк шырыны мен шөбін суға қайнатып алып, екеуін қосады да, қотыр үстінен компресс жасайды.
көздің көру қабілеті нашарлап үстіңгі қабатына жұқа қабат өсіп шыққан кезде аскөк шырынына таза дәкіні батырып көзге компресс жасайды. Дене күйіп қалған кезде аскөк шырыны мен шөбінің қайнатындысын жылыдай көзге компресс жасайды. Құрметті менің YouTube көрермендерім, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті тіркеліп қойыңыздар. Колокольчикті басып қойыңыздар. Мен рецепт салғанда бірінші сізге көрінетін боламын, егер де колокольчикті басып қоятын болсаңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, ауырмаңыздар. Өзіме жасаған әдісті сіздермен бөлісіп отыратын боламын.